Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге қазақтың ұлттық тағамы жаппасай деп те атауға болады, және үнді халқының мантысы деп атауға да болады. Менімен бірге болыңыздар, видеоның соңынан тең қараңыздар. Өте дәмді болып шығады. Ең алдымен бізге бір бокал су қажет болады. Ол суымызға кішкене суға жұмыртқаны жарып, ішіне бір қасық тұзды салып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды, қаттылау болып шығады. Енді оны салафанға салып, біраз уақытқа демін алдырып қоямыз. Оған дейін біз ішіндегі салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге ет, пияз және картоп қажет болады. Ең алдымен біз етімізді ұсақтап турап аламыз. Сосын пиязды да жақсылап ұсақтап тураймыз. Міне біз пиязды да жақсылап ұсақтап турап алдық. Ендігі кезекте картопты да кішкене ғана ұсақтап, көбіктеп тураймыз. Сосын барлығын турап алған соң, қызып тұрған қазанға майды құйып, ең алдымен етті, сосын пиязды барлығын салып, жақсылап қуырып аламыз. Картопты салған соң 5 минуттай қуырып, сосын үстіне су құямыз. Сосын суымыз қайнаған соң оттың астын жай қойып, ұзақ уақыт қайнатамыз. Шамамен 1 сағаттай қайнатамыз. Енді оған дейін біз қамырымызды жайып, оны қазанға қойып аламыз. Қамырды жұқа етіп, мантыға жайғандай етіп жаямыз. Неміз қамырымызды жайып алдық. Енді оған кәдімгі тамаққа құятын майды бетіне жұқа етіп жаямыз. Сосын қамырымызды осындай видеода көрсетілгендей етіп, 4 бұрышты етіп кесіп аламыз. Кесілген қамырлардың барлығын манты қазанға жайғастырамыз. Үстіне қойсақ болады, жабысып қалмайды, уайымдамаңыздар. Манты қазанның суын 10 минут бұрын қайнатып аламыз. Міне қазанды қойдым. Мұнда біздің подлив қайнап жатыр. Суы тартылып, әдемі болып пісіп қалды. Шамамен біз қамырды 30 минуттай, 35 минуттай пісіріп аламыз. Біздің мантылеріміз дайын болды. Манты қамырымыз. Енді оларды алып, осылай видеода көрсетілгендей тәрілкеге жайғастырамыз. Енді оның үстіне жаңағы пісірген подливымызды үстіне құйып аламыз. Міне біздің ыстық тағамымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер достар. Өте дәмді болып шығады. Менің отбасыма ұнады. Видеоның соңына дейін қарағаныңызға рахмет.